Бір ай астам уақыт өткенде цецегіме тағы телефон соқты. «Шұғыла, мына менің қызымның өңі расында саған келетін секілді», деп күлді. «Перзентханаға апарып тексертсек қайтеді?» Шұғыла да бұған келісіп, бөпесін Баян-өлгейден алғызған соң өзі хабарласатынын айтты. Есенгелді мен Шұғыла екеуі «Солай да солай, апа, баламыз моңғол келіншектің баласына ауысып кеткен секілді. Әйгерімді қайта салып жіберіңіз», дейді ғой. Тағы бірер аптада апасынан жауап келді. «Әй, не қыртып, тантып жүрсіңдер? Енді бала менікі. Мен де бөпе де бір-бірімізге әбден бауыр басып кеттік. Басымды қатырмаңдар», деп керей кемпірдің мінез белгілі. Айтты, бітті, кесті, үзілді. Бұл хабарды естіген соң цецегіме да қайта қаузамады. Ол да сүйкімді тұңғыш бөпесіне бауыр басып кеткен болу керек. Алдамшы күндерде зулап өтіп, 1,5 жылда Есенгелді мен Шұғыла ұлды болды. Бастан кешкен қым-қуыт оқиғалар кешегіні ұмыттырып, ертенімен еліткен қызықты жастық шақтары өтіп жатты. Екеуі жас күндерінің бірінде Баян-өлгей аймағындағы өз ауылдарына қыдырып барғанда Әйгерім атты қарақат көз тұңғыш қыздарын танымай да қалды. Апам баласымын деп тық-тық етіп сыр жүгіріп жүр. Тағы да айлар ауысып, жылдар жылжыды. Атақты 90-шы жыл келіп жетті. Моңғолияда 70 жыл үстемдік еткен социализм деген тот басқан рухани шынжырды, демократия деген жылпос қайшы келіп, қиып-қиып шашып жіберді. Алғашқы демократиялық ашық сайлаудан соң адам құқы, иммиграциялық еркіндік деген заң күшіне енді. Моңғолиядағы этникалық қазақтардан тәрбиеленіп шыққан рухы мықты ұлтшыл зиялылар дүниені дүрліктіріп еңбек шарты деген желеумен Қазақстанға алғашқы көшті бастап та жіберді. Улан-Батырда тұратын Есенгелді мен Шұғыла да елден қалмай көшті. Баян-өлгейдегі апасының қолында өсіп, 15-16-ға толып бой жетіп келе жатқан Әйгерімде ерте кетті. 1 жыл бұрын апасы бақилық болғанды. Қазақстанға келген соң апа тәрбиесін көріп, әрбір нәрсеге алғыр өскен қыз мектепте үздік оқып, мамандық иеленіп, жоғары білім алды. Қазақшасы апасының сөз әуенінен аумайды. Мақалдап төгілдіріп сөйлейді. Ауыл әдебі бойына әбден сіңген өте әдепті, ұян, инабатты, мінезі де жібектей. Жасы келген кезде әке-шешесі өзіне лайықты жігітке ұзатып, той-томалағында жасады. Әйгерім де аз жылда балалы шағалы болып, өмір ағынымен бір қалыпты келе жатқанда, мынандай ойламаған бұралаң бұрылыс алдынан шығар деп күтпегенді. Шұғыла бір палатада жатқан кезден бастап цецегімнің аты жөнін, қаладағы тұрғылықты жерін есіне жақсы сақтап қалған болатын. Енді олардың үй жайын сол баяғыдағы Дэнжмянға деп аталатын қаланың батыс жағындағы маңайдан барып шолып іздестіре бастады. Ол кездегі ескі құрылыстар атымен жоқ, ылғи жаңа үйлер. Екеуі күні бойы өздері құралыптас, егделеу адамдардан цецегіма мен оның күйеуінің атын аттап жалықпай сұрастырды. Бәрі де «үгөй-мідәхгөй, жоқ білмейміз» деп қысқа қайырады. Мұндай шолақ жауап үміттерін үзе бастады. Әбден кешке таман енді жатқан үйлері жаққа кетуге қамдана бастағанда, қарсы жолыққан жайдары мінезді қария адам: олардың меншік дүкендері бар ғой, анау маңда», деп жөн сілтегенде екеуі дүниеде қымбат қазына тапқаннан бетер қуанды. Шұғыла жүрегі қобалжи әлгі дүкеннің табалдырығын аттағанда, елулерді еңсеріп қалған 30 жыл бұрынғы моңғол келіншектің мейірімді келген қоңыр көздерін Шұғыла жазбай таныды. «Цецегіма» деп қуана айғайлай жіберді. Цецегіма да «О, Шұғыла, көктен түстің бе?» деп қуанышпен таңданыс аралас дауыспен жауап қатып құшақтаса амандасты. Келесі сәтте Шұғыла «Әлгі тұңғыш қызын аман есен бе?»
деді Цецегма. «Иә, менің қызымның түрі жас кезіндегі сенен аумайды. 2 баласы бар?» деді де. «Я, сенің қызында аман сау ма?» деді көзіне жас мөлдіреп. Шұғыла да даусы дірілдей. «Я, менің қызым да аман сау, оның да 2 баласы бар. Ол да екеуміз босанып жатқан кездегі сенің жас күнінен түрі аумайды», деді. Содан дереу қолдарына алып жүрген видеокамераны ашып, әйгерімнің сәлем жолаған сәтін Цецегмаға көрсетті. Ол өзі түсінбейтін мүлде бөтен тілде сөйлеп тұрған жас шағындағы өзін көргенде бір күлді, бір кемсеңдеп жылады. Шұғыла бұйымтайын айтты. «Өсірген қыздарымыз енді өзіміздікі болса да, бір-бірімізді, қызымызды, өз-өзіміздің қанымыз бар ғой Цецегма. Бір көріп, маңдайынан иіскеп, танысып кетейік деп келдік», деді. Цецегма тығырыққа тірелгендей ойланып қалды. Оған қалай айтсам екен? Ол әлі күнге ештеңе де сезбейді ғой. Бүгін үйіне барып жолығайын, кешке өзім сендерге не болғанын айтармын, деді. Уәде осы болды. Шұғылаға кешке соғылатын телефонды күткен бір күні бір жылдай көрінді. Әбден түнге қарай Цецегма хабарласты. Алдымен жұмсақ күліп алды. «Шұғыла, Нараға бәрін айттым». Ол көздері дөңгеленіп қатты таңданды. «Әже, сен маған кино-сериал айтып отырған жоқсың ба?» деді. «Сенетін емес. Содан сендердің жатқан үйлердің адресін бердім. Қызым не де болса сол Қазақстаннан жүрген адамдармен жолығып қайт дедім». Нара менен ол кісілер ағылшын тілін біле ме? Менімен қандай тілде сөйлеседі деп сұрады. Жоқ, ол кісілер моңғолша жақсы біледі деп едім. Одан сайын таңданып қалды. Ертең кешке жұмыстан соң Нары өзі барып қалар, күтіңдер, деді. Мына хабардан кейін сан сапалақ оймен ерлі-зайыпты екеуі көрер таңды көзімен атырды. Келесі күні таңнан кешке дейін жатқан үйлердің диванында Есенгелді мен Шұғыла отырғызып қойған жанды мүсіндей ескі жаққа елеңдеумен жаздың ұзақ күнің әрең-әрең еңсеріп күн ұясына таяй бере батыс жақ терезеден күннің қызғылт шапағы ұйқы қашты жүздеріне түскен кезде дыз-дыз еткен қоңыраумен жарыса тұрған екеуі бір-бірімен соғылысып есікке қарай тұра ұмтылды. Екеуі таласа жүріп сасқалақтай ашқан есіктен жүзінде қатты таңданыш шырайы айқын байқалған, шашын әдемілеп қырыққан, қалалық үлгіде киінген бидай өңді жас келіншек кіріп келе жатты. Ерлі-зайыпты екеуінің көкірегінде 30 жыл бойы ұмыт болып, енді ғана қызу сағынышқа айналған қызық сезімдері бір сәтте басылып қалғандай болды. Өздеріне мүлде бейтаныс көзбен қарап тұрған қыздарын алдында ойлағандарындай жылап-сықтап бас салып құшақтай алмады. «Сайн у охинмин, сәлемет пе қызым?» деп әдеппен маңдайынан иіскеп қана амандасты. Келген қыз да шетелдік адамдармен амандасқандай салқын сәлемдесіп, бұрыштағы креслоға тізе бүкті. Нара өз әке-шешесін жас шамасындағы шетелдік екі кісінің моңғолша мүлтіксіз таза сөйлей бастағанына іші жылығандай лезде моңғолдардың ашық жарқын мінезіне көшті. Бірден екі бейтаныс кісіге кеше кешкісін шешесі өзіне айтқан кино-сериал хикаясы туралы сұрағын қойды. Есенгелді мен Шұғаның айтқаны өз шешесінің айтқанына айна қатесіз болғанына амалсыз иланғандай, иланса да бұған көне алмайтындай, көнсе де ешқандай мәні жоқ секілді бейтарап сезімде отырды. Жана әке-шешесінің әңгімесіне әбден қанығып болған кезде ғана күле отырып, өзімде ата-ана болып 30-ға келгенде Бұрхан маған тағы да бір ата-ана сыйлап жатса, оған қуанбасам ренжімем ғой деген шынайы сөзін айтты. Есенгелді мен Шұғыла жаңа тапқан қыздарын Алматыға қонаққа шақырып, ойға алған істері сәтті болып үйлеріне қайтып келсе де, енді Әйгерімге бұл хикаяны айту ең қиын болды.
Айтпаса да болар еді, бірақ Цецегма, мен де туған қызымды көріп қайтайын, оған да айтарсыңдар деген аманат сөзін ескерусіз қалдыруға болмайтын еді. Ақыры алыс сапардан аман-есен келген Есенгелді мен Шұғыла тағы да бала-шаға, ағайын туыстары жиып, базарлықтарын тарата отырып әңгімелерін шертті. 30 жыл бұрын ауысып кеткен қыздарын тауып алғандарын айтты. Дуылдап отырған туыстары мұны естігенде ауыздарын ашып, көздері шарадай боп таңырқап қалды. Келесі кезекте бәрі бір ауыздан «Ол қай қыз ауысқан?» деп айтпасқа болмайтын тығырыққа тіреген сұрақ қойды. Бәрі бір-біріне қарады. Ұлдары қыздарына, қыздары ұлдарына көз тікті. Бәрінің көкейінде «Ол моңғол қыз кім?» деген ғажап сұрақ. Есенгелді тұңғыш қызы Әйгерім жаққа бет бұрып, «Қызым», деді даусы дірілдеп. «Кешір айналайын, сен біздің қызымызсың ғой, бірақ...» Ары қарай айтуға жүрегі дауаламай тоқтап қалды. Сол сәтте Әйгерімнің көзі шарасынан шықты. Өңі аппақ қудай боп мүсінге ұқсап қалды. Сәл уақытта қазір бірге отырған өзінің ең жақын әулеттің жүрегін жарып жіберердей шыңғыра жылап жіберді. «Не деп отырсыңдар? Мені моңғолдың қызы деп отырсыңдар ма? Апа, апа, сен өлген соң мыналар мені басынып моңғолдың қызысың деп жатыр, апау!» деп еңіреп жылады. Әйгерімнің зарлы жылауы отырған туыстарын бәрін көзіне жас сорғалатты. Алайда қу тағдыр кімді көндірмеген дейсің. Ауысып кеткен ұлан батырлық нары Алматыға қыдыра келіп, жаңа туыстарымен танысып, бөтенсімей үйір болып кетті. Өйткені оның қазақстандық жаңа туыстары түгел моңғолша білетіндіктен тіл табысу, танысу, үйренісу қиынға соқпады. Ал Әйгерімді шақырса да Ұлан Батырға бармайтын белгілі еді. Өйткені ол қаны моңғол болса да жаны нағас қазаққа айналған қыз еді. Оның үстіне керей қазақтардың салты болып кеткен апасының баласы, әжесінің қызы деген дәстүрлі статусы оның жанынан да қымбат болатын. Дегенмен Ұлан Батырдан туған шешесі Цецегма Алматыға іздеп келгенде сәл жұмсарғандай болды. Өзіне бөтен анаға шатақ шығармай әдептілік сақтады. Маңдайынан иіскетті, күтіп құрметті қонақ етті. Бірақ етене тіл табыса алмады. Өйткені Цецегма қазақша да, орысша да білмейтін. Ал Әйгерім өз тапқан шешесімен тек моңғолша білетін өзінің жақын адамдарының көмегімен аудармашы арқылы сөйлесуге тура келді. Ауысқан қыздар хикаясын осылай тамамдасақ та жететін сияқты. Авторы Абай Мауқаралы.